Қайырлы күн, мен Мақтаарал ауданы номер 10 Әсел Бөлекжай бақшасының әдіскері Бейсенова Қатира Сембекқызы. Мен бүгін педагогтермен Қанталапай ойынын өзімнің бала кезімде ойнаған нұсқада үйреткелі отырмын. Бұл Қанталапай ойынның ережесі әр ойыншыда 5 асықтан болады және 21-ші асық қызыл асық болады. Бұл қан асығы деп аталады. Қан асығын ортаға қойып, біз бастаушыны анықтап алу үшін әркім өзінің алдындағы асықтарын иіретін боламыз. Сол кезде асығымыз егерде алшысынан, тәукесінен түсетін болса, өзімізге қарай тізе отырып, кімде алшы асық көп екенін анықтап аламыз. Міне ойыншыларымыз өз асықтарын иіре отырып, алшы тәуке түскен тізіп шықты. Бұл жерде мына бірінші ойынды бастайтын Мұқалбекова Пернекүл тәрбиешіміз. Өйткені ол ойыншыда барлығы алшысынан түсті. Бірінші болып бастайтын ойыншымыз барлық асықты ортаға шашып жіберген кезде, қан асығы егерде алшы болатын болса, таласып асықтарды бөліп аламыз. Сол кезде кім көп асық жинаған болса, ол жеңіске жеткен болады. Ал егерде қан асығы көп немесе шік, тәуке болып түссе, ойынды ары қарай жалғастырамыз. Талапаев бастады ойын. Алапай. Жоқ, бұл жолы асығымыз бүк түсіпті. Қан асығымыз. Мысалы, Роза апайымыз 7 асық жинап, 7 ұпайға ие болып отырса, Қаншайым апайымыз 4 асық жинап, 4 ұпайға. Енді екінші ойынды жалғастырамыз. Сол кезде ұтқан ұпайларымыз осы алған асықтарымызға қосылады. Кім бірінші 10 ұпайды жинаса, осы ойында жеңіске жеткен есепті ойыншы болып есептеледі. Талапай, басталды ойын. Алапай! Бұл ойында асығымыз алшысынан түсіп, ойыншыларымыз асықты әркім өзіне талап алды. Бұл жерде мына Роза апайымыз жаңа 7 ұпай жинаған еді. Енді 3, 6, 8 асық, жалпы 15 асықпен бірінші жеңіске жетті. Ойын осылай жалғаса береді. Бүгін мына ең аз асық жинаған ойыншымыз бізге мына қан асығын кеседе құйылған судың ішінен тілімен алып шығу керек. Ал бүгін біз оны сәл өзгертіп, бұл ойыншымызға мына аналар мерекесі қарсаңында болғандықтан бір ана туралы өлең айтып беруге қолқа салып отырмыз. Анашым, ана жаным, аялы алақаным, есейіп кетсем дағы, мен сенің балапаным. Бұл ойынды мүмкін әр өлкеде әр түрлі ойнаған болар. Ал менің өзімнің өскен жерімде, балалық шағым өткен жерімде, ата-анамның үйретуімен, бауырларымен осылай ойнаған болатынбыз. Егер де сіздерге ойын ұнаған болса, қоржындарыңызға салып алуларыңызға болады. Ойынға келіп қатысқандарыңыз үшін рахмет. Қанталапай ойынның осы нұсқасы маған ұнады. Бұрын дәл осы нұсқада ойынды ойнамаған екенмін. Осы ойынды мен қоржыныма алып, алдағы уақытта өзімнің тобымның балдарына ойнататын боламын.